Сәлем достар, бүгін біз Стикман Жайыр бірі ойнайтын боламыз. Оны қазақшаға аударғанда ағаш адамды түрмеден қашыру деген, таяқша деген да. Түрмеден қашуымыз керек бұл ойында. Ал ендеше біз кеттік. Ты животное, я тебе покушать принес. О, достар, ішінен кирка, антенна, телефон, кейін кілт, кейін писон, яғни песок деген ұнтақ, кейін бомба, кейін телепорт, кейін жерді қазатын бір нәрсе беріпті. Ендеше біз кирканы таңдап көреміз. Көрдіңдер ме достар, түкіріп қояды өзінше. Ал енді кирка жарамайды. Енді біз антеннаны таңдап көреміз. Достар, бізге планетаны келеді ғой. Бізді кетіп. Ой, симай қалдық. Енді телефонды таңдап көреміз. Бұл ойын ойнаңыз дейді. Құрсын ей. Ойнамай қойып. Кілтті таңдап көрейік. Ой, бұл ойнамай қойып. Яқтан шатын еді. Ой. Міне. Саған. Достар, өйдеріңіз. Яқтан шығатын еді. Міне, тұрып кәттік. Ал енді стол ма, граната ма дейді. Гранатаны таңдап көрейік. Үлгеремей қалдық. Онда біз стол таңдап көрейік. Парашютті көрейік, достар. Ой, атты столды. Онда мейлі. Телефонды алып көрейік. Выручи меня, братан. Бро, меня кетті бадыр, ол өзінше болған. Ал енді бұны көрдік. Енді песокты көрдік. Ой, бұл достар, бұл екен ғой. Бомбаны көрейік. Үш күтті ғой. Телепортты көрейік ендеше, достар. Көрдіңдер ме, достар? Акула басынша кеткен ғой. Онда біз жер қазатын бір нәрсе көрейік. Ой, үлгеремей қалдық. Өйдеме баны мынандай қып-қара біреулі атты ғой. Үлгердік. Бас. Молодец. Құтылды. Сонда достар, бұяқта бізге тек ең зорлары кілт екен, және де жер қазатын бір нәрсе екен.
осы екеуі ең соңында тұрғандар мықты екен, иә достар. Онда видео ұнаса лайк басып комментарий жазып кетейік. Сау болыңыздар достар.